Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге жүзімнің жапырағынан долма жасайтын боламын. Долма Түркияда, Кавказда өте танымал, өте дәмді. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен күрішімізді қайнап тұрған ыстық суға жібітіп қоямыз. Сонда күрішіміз дайын болып тұрады. Біз долманың салмасын дайындағанша. Барлық рецептер описание бөлімінде. Ендігі кезекте жүзімнің жапырақтарын қайнап тұрған суда бұқтырып қоямыз. Менде дайын маринатталған жүзімнің жапырақтары. Сол себепте ыстық суды құйдым, артық тұздарын алып тастау үшін. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына фарш, пиязымызды, алдын ала ыстық суға жібітіп алған, тазалап жуып алған күрішімізді саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрышымызды саламыз. Дәмдеуіштеріміздің бәрін қосып аламыз. Қызыл дәмді паприка, кептірілген райхан көгі қосып жақсылап араластырамыз. Менің бейнелерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге өте керемет түрлі дәмді рецептермен бөлісемін. Салмасы дайын болды. Каструлямызға бір слой жапырақтарын орналастырып аламыз. Жүзімнің жапырағын жылтыр жағын теріс қаратып, салмамызды салып, ораймыз. Дәл бейнедегідей жасасаңыздар, сіздердің долмаларыңыз өте дәмді, ерекше болып шығады. Бейнеде көргендеріңіздей долмамызды каструлямызға қатар-қатарымен орналастырып шығамыз. Бейнеде көргендеріңізде жүзімнің жапырағына салмасын салып, жақсылап орап, каструлямызға орналастырып шығамыз. Барлығын бір келкі қылып. Долмамызды орналастырып алдық. Ендігі кезекте сармайымызды бір келкі қылып саламыз. Сосын лимон салдым. Лимон долмаға дәм береді. Долманы подлиппен жасасаңыздар да болады. Мен подлибін бөлек жасадым. Осылай жасасаңыздар өте дәмді болады. Бетін тарелкамен жауып, үстінен салқын су құямыз. Су долманың бетін сәл жауып тұрса болғаны. Қақпағын жауып, газ плитамызға бірінші орташа отта қайнатып аламыз. Қайнағаннан соң баяу отқа қойып 1 сағат көлемінде пісіреміз. Ендігі кезекте подлибін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге көкөністер қажет. Ең алдымен сәбізімізді осылай турап аламыз.
Картошка, пияз, сарымсақ барлық көкөністерімізді бейнедегідей турап аламыз. Тапамызға сұйық майымызды құйып, пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қызарды, көкөністерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Сарымсағымызды да салып, араластырып аламыз. Дәміне қарай кетчуп және де тұзымызды қосып, араластырамыз. мл суымызды құйып, бұқтырып қоямыз. Долмамыз піскенше, біздің подливіміз да дайын болады. Подлив дайын болды, біркелкі қылып араластырып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің долмамыз да дайын болды. Ендігі кезекте подливімізді сүзіп аламыз. Өте ерекше долмамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Қоңырау батырмасын басып, тіркелуді ұмытпайық. Сау болыңыздар.